Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге Корея көмек, Самат Ахметов. Бізде қазір оңтүстік Кореядан тікелей эфирге шығып отырмыз. Қазір Кореяның уақытымен 23:03, яғни 11-ден 3 минут кетті. Бүгінгі біздің тікелей эфирімізде кеше историяда ақпарат бергендей бір Қазақстан азаматына іздеу салған болатынбыз. Сол азаматпен толық қанды ақпарат алу үшін ол азаматпен біз кездестік. Қазір жалпы не болған, қалай болған, бұл азаматтың өзімен біз тікелей сұхбат жүргізетін боламыз. Ассаламу алейкум, құрметті абонентшілер. Hozir мен Janubiy Koreyaning vaqti bilan 23:03 прямой эфир bizda. Bugun o'sha Turkiston oblasining fuqarosi kecha bizga qidiruv bergan edik. Прямой эфирda bugun o'sha inson bilan hozir uchrashdik. O'sha inson bilan jami bu voqealar qanday bo'lgan, bu hodisalar qanday bo'lgan, hammasini batafsil hozir mana shu joyda gaplashib olamiz. Прямой эфирda ochiqdan ochiq. Прямой эфир o'zbek va qozoq tillarida olib boriladi. Tikili efir qozoq және o'zbek tillarida olib boriladigan bo'ladi. Жалпы siz umumiy прямой эфирga chiqishga bu narsa qarshi emasisiz, Xo'p. Kecha biz siz turali жаңағыдай әлеуметтік желіге, яғни историяға ақпарат бердік. Осындай азамат бізге байланысқа шықсын деп. Жалпы не болды? Сіз оңтүстік Кореяға қашан келдіңіз? 2017 январь. Өзіңізге ыңғайлы тілде сөйлей беріңіз. Енді мен ақпаратты, сұрақты сізге қазақ тілінде қоя беремін. Бізде основной аудиториямыз Қазақстан болғандықтан оқырмандарымыздың барлық қазақ тілінде түсінеді. 2017 жыл Кореяға келдіңіз, иә? Иә. Кореяға келудегі мақсатыңыз? Жұмыс істеу. Бұл жерде статусыңыз қандай? Нелегал. Қазір нелегалсыз? Басында? Диван болған. Басында жібір визаңыз болған. Түсінікті. Жалпы қазіргі уақытта кеше әлеуметтік желіге сіздің суреттеріңізді бердік, іздедік. Не үшін іздеді деп ойлайсыз? Сол ақша мәселесі. Ақша мәселесінде, иә. Осыншама қазір жалпы сіз қанша адамдан қанша қарсысыз? 15-те жуық адамдан 40 мың болған үстінде. Яғни 15-те инсандан 40 мың долларға жақын пұл қарсысыз. 40 мың доллар деген 50 миллион мыды? 51 миллион вон болды. Кореяның пұлы, иә. Бұл пұлны нема қылдыңыз сіз? Азартный ойынға. Азартный ойынға? Нема қанаqa ойынға тіктіңіз? 1xbet. 1xbet? Яғни Корея дәулетке келгеннен башлап сіз шу адамлардың пұлап 1xbetке тықтыңыз. Шунаqa bo'lyaptimi? Yo'q, yaqin bo'ldi. 7-8 ай болды. 7-8 ай болды. Xo'p, Kореya davlatida siz bir jinoiy ishlar qilgansizmi, qilmagansiz? Yo'q. Jinoiy ishlar qilmagansiz. Men sizga bor bu prямой efirga chiqishimiz, bugun sizni bu yoqqa kelishimiz, bor maqsadimiz sizga yordam berishlikda. Hozir mana bu joyda qanchama odamlar sizni ko'rib o'tiribdi. Ichida balkim ayni jabrlangan insonlar ham bo'lishi mumkin. Yuzingizni ko'rmasa ham ular sizni ovozingizni o'sha tanib bilishadi. Kecha istoriya qo'yganmiz biz, to'g'rimi? Nima uchun bunaqa o'yinga kirib ketdingiz? Nima sabab bo'ldi bunaqa 1xbetga kiruvdagi maqsadingiz? Ne uchun kirdingiz o yerga? Ne uchun osonchama qarajat 1xbetga tiqdingiz? Bu 1xbet жалпы адамдардың өмірін қорғалатын ойын екенін білетін едіңіз? Білмеймін. Қызықушылық болды. Ақшаны көбейтіп алған. Яғни ақшаны көбейтемін деп 1xbetке ақша тықтыңыз, иә? Жалпы осы уақытқа дейін қанша адамды алдадыңыз сіз? Сол 15-те жуық адамға қарсымын. 15 адамға қарсысыз, иә? Кеше ғана сіз бір баладан бізге арыз берген жігіт бар. Ол да Қазақстанның азаматы, үлкен Кванжу қаласында тұрады. Сізге ақша аударған. Яғни Telegram желісінде сізге хабарласқан. Сіз ол жерде жазғансыз. Қазақстанға ақша аударып берейін деп 2 миллион 50 мың ақша алғансыз. Дұрыс қой? Не үшін алдыңыз ол ақша? Сіз ойламаңыз, мына жерде Самат тергеуші ма, мен тергеп жатыр деп. Просто
мына жерде халыққа біз ашығын бар нәрсені түсіндіруіміз керек. Қазір сіз Қазақстанға кеткеннің өзінде де мынандай ақшаны сіз төлеп бере алмайсыз. Лучше осы жерде жұмыс істеп, халықтың алдында сіз уәдеңізді беріп, жұмыс істеп, ақшаңызды барлығын осы жерде төлесеңіз ең жақсы сол. Қазір үйіңізге барғанда ол Қазақстан, ол анау сайрамда сіздің үйіңізді мына пәленбай миллионға 50 мың долларға алайын деп тұрған адам жоқ. Ақшаңызды төлей алмайсыз. Сондықтан ашығын айтыңыз. Осыншама адамдарды алдап келдіңіз, ақшасын алдыңыз. Дұрыс қой? Дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс. Осыны біле тұра кеше ғана не үшін алдадыңыз қазақстандық жігітті? Бір басқа бір балаға үлкен кісіге ақша беруім керек, соны алып тастағым келді. Жоқ, жалпы білдіңіз ғой сіз ол адамды алдап жатқаныңызды. Ол өзіңіз білдіңіз. Жалпы ойыңызда болды, ананың ақшасын алсам да, мынаған берсем, сонымен мынаның аузы жабылады, анау бұл жақта қой сияқты маңырайды деп. Қатты айта беріңіз. Ол балада бірдеңе қылып қайтарып беремін бір-екі күннен. Не үшін телефонда жауап бермей қойдыңыз ол балаңыз? Ақшаны алғаннан кейін. Ол үйінде кредитін төлеу керек екенін жылап отыр ана жерде. Кредитін төлеуім керек еді, Самат аға. Бір бала ақшамды алды, сол күйі Құдайды ортаға тықты, сол күйі ақшамды берген жоқ, Қазақстанға ақша аударып беремін деп. Не үшін алдадыңыз? Соншама адамдарды алдап келгеніңіз жетті да, кеше тағы алдадыңыз. Қазір не істеймін сіз айтыңызшы? Мен сізді қазірде просто Қазақстанға жібере салу, ол еш проблема нәрсе емес, жібере салам Қазақстанға. Ал мына жердегі сіз мынау 50 мың доллар ақшаны бұны қалай төлейсіз ол жақта? Мынау эфирдің ашылуы да, қазір бұл сізге өмірлік бір сабақ болсын деген мақсатта ашылып отыр. Мына эфирде сізді бір егер сізді масқара жасау керек болса, мен сізді эфирге өзіңізді былай жақын алатын едім. Қазір эфирге өзіңіз түріңізде түсіп жатқан жоқ сіздің. Бір ай жұмыс істейтін болсаңыз 1 миллион ақша аласыз ғой Корея елінде. Басында жақсы жерде Альпомда жұмыс істеген екенсіз. Альпомда жұмыс істеп балдардың ақшасын бермей қойғансыз. Қаншама балдар, мен кәрістермен, бастықтарыңызбен сөйлестім. Балдардың ақша сізге түсіп отырған, сіз ақшаны алғансыз да, балдарға ақша берген емессіз. Мына эфир сізге бір сабақ болады. Нұрәлі, бұл эфир сізге бір сабақ болады. Бұдан кейін тағы алдайсыз ба адамдарды? Жоқ, болмайды. Міне қазір осы жерде осыншама мына жерде мінекей осыншама қазір адамдар көріп отыр да, бізді қанша адам? 156 мың адам көріп отыр, 156. Осылардың алдында, осының ішінде сіз алдаған азаматтар да бар қазір прямой эфирде отырған. Қос десеңіз қазір айтсам, олар шығады, қосып беремін мен. Кореяның заңдары осыншама қатал екен білетін бе едіңіз? Аз-маз білемін. Аз-маз білесіз. Яғни осы жасаған істің барлығын сіз Кореяның заңдарын біле тұра істедіңіз ғой? Ақырын ойлаған жоқсыз, е? Қазір егер осы жалпы 15 адамда, олардың барлығы заңсыз мигрант болса да, арыз жазалады. Бізбен бірге бар, олар арыз жазалады. Мен өзім алып барам да, заңсыз мигрант болса да, кіріп арыз жазып, өзім алып шығалам. Оған ақылымда жетеді, қолымда жетеді. Үстіңізден арыз жазса, сіз білесіз ба, Қазақстанды 5-6 жыл көрмейсіз. Сагикун деген нәрсе бар, алаяқтық. Ең кемінде 2 жыл береді Кореяның заңы, алаяқтық үшін. Ең кемінде. Біздікі 15 адам, плюс ана бір көліктеріңіз бар, кәрісті алдағандарыңыз бар. Білесіз ғой, күнде мысалға біз ақпарат беріп жатырмыз. Кореяда мынандай заң болып жатыр, жігіттер. Кореяда мынандай нәрсе болып жатыр, сақ болыңыздар, қараңыздар деп ақпаратты береміз. Сіз жалпы біздің Инстаграмды бақылайсыз ба, көресіз ба? Көрсеңіз не үшін осында ма заң бұзушылық болып жатыр, неге мен бір жерімді қыспаймын деп, неге өз-өзіңізге шамалы сөз бермедіңіз? Наоборот, сіз қазір осындай келіп, бізбен байланыс орнатып, бізге осылай сіз туралы шағым жасаған адамға қуаныңыз.
осындай бір сіздің мынау кетіп бара жатқан үлкен жартасқа кетіп баратсыз, сол жерден тоқтатып тұрмыз біз. Біз соған себепші болып тұрмыз. Осы нәрсеге сіз қуануыңыз керек. Katta jarlikni tepasida turibsiz-da hozir, jarlik tepasida. O'sha jarlikdan hozir sizni tortyapmiz biz orqaga. Siz ham bitta musulmonsizda. Kalima keltirgan, Xudoni tilingizga olgan, bitta qalbingizda Allohga degan ozgina bo'lsa ham mehr muhabbatingiz bor, bitta musulmonsiz siz ham, to'g'rimi? Kecha istoriyaga chiqqanning o'zida bir yarim soatga chiqdi. Yarim soatda o'zida bilasizmi qancha odam aloqaga chiqib, bu bola bunaqa, bu bola bunaqa. Uni hammasi gap lekin. Mayli bolalar hozir bu kariyera qamal qilsangiz nima bo'ladi? Samat aka meni tergayapti, menga dars o'tyapti emas. Mana shu narsadan ozgina o'rnak bo'lsin. Mana shu narsa sizni hayotingizni o'zgartirishga juda katta sabab tegadi mana shu narsa. Bu mening shaxsiy fikrim. Siz qanday fikrlaysiz bu narsani bilmayman. Hozir mana prямой efirni ko'rib bo'lgandan keyin odamlar o'zi hammasi prямой efirda o'sha tagida yozadi. Nima bo'lgan, nima qo'ygan. Xbetdan qancha pul ақша topdingiz siz? 1xbetdan. Topmadim. Tek qana ақшаңызды salib o'tirdingiz. Ya'ni 1xbetning barlig'ini siz o'sha Oңтүстік Koreya elinde o'ynadingiz mı? Жалпы құрметті оқырмандар, мына жаңадан кіріп жатқандар не болып жатыр деп таң қалып отқан шығарсыздар. Кеше біз историяда бір Сайрамның жігітін іздеген болатынбыз, Нұралы деген. Бүгін сонымен байланыс орнатып, қазір бізбен кездесіп отыр. Жалпы Оңтүстік Корея елінде жүрген 15 адам ба? Өзі де білмейді, 14 адам ба, 15 адамды алдаған, оның үстіне не істеген? Жаңағыдай жұмыс істеген, альбомдарда жұмыс істегенде балдардың, өзіміздің қазақстандық балдардың ақшаларын берген емес, альбомда жұмыс істеп. Бұл жерде кәріс азаматтары қазір бізге шағым жасап отыр. Кеше ғана бір үлкен Кванжу қаласындағы бір қазақстандық азаматты алдаған, ол азамат жаңағыдай Қазақстанға үйіне әке-шешесіне ақша салған, мынау жігіттің шотына. Бұл жігіт Қазақстанға аударып берем деп ақшаны алғанда, сол күйі жоқ, ол ақшаны алғанда уже ол ақша жоқ қой қазір сізде. Ол ақшаны алып барлығын бөліп басқа біреулерге салып беріп жіберген. Яғни бір балықтың ішінен шығам деп екінші балыққа кіріп отыр да бұл жігіт. Одан кейін бұл жігіттен қазір жалпы осыншама адамды алдауыңа не себеп болды, сонша ақшаны не істедің десем, $50,000 ақшада не істедің? Бұл Кореяның ақшасымен 61 миллион вон плюс-минусы сондай болады. Бұл 1xbet деген нәрсе бар Корея елінде. Мен осы нәрсені көп айтам. Voice Fishing деген бар, 1xbet деген бар, телефонда отырып футболға ақша тигеді. Одан кейін мынау әртүрлі кафетериялардың астында компьютерлік ойындар бар, игралар бар, я. Осындай играларға бұл ақшаны тіккен. Ақшаны сала берген, бұл уже азартник. Мынау қазір эфирдің жасаудағы мақсатта Корея елінде жүрген отандастарымыз осы нәрсені көздеріңізбен, сіздер көздеріңіз ашылсын. Қаншама отандастарымыз қазір осы 1xbet'тің арқасында не істеп жатыр? Түрмеге кіріп жатыр. Қазір қанша біз білеміз, мысалға түрмелерге барамыз, аудармаға барған кезде көреміз. Не болған жалпы сенің историяңды бүйтіп сұрай қалсаң, жаңа ID картама көлік рәсімдеген, бастысы ID картасына көлік рәсімдеген, ол көлікті бір угон жасаған, бұл ұсталды, кетті. Екіншісі жаңағыдай көлік саудасымен айналысқан, заңсыз көлік, брокерлік, яғни G1 визасын жасаумен айналысады. Одан кейінгісі, яғни осы 1xbet бар, жаңағыдай ойын бар, компьютерлік ойындар, Voice Fishing, осы нәрсе. Басты түрмеге кіріп жатқан қазақстандықтардың істеп жатқан өмірі осы Корея елінде. Қазір бір күн арбайтқа шығатын болса, мысалға 1 миллион теңге ақшаны табуға болады. Бір ай арбайтқа шығатын болса, қателестің. Бірақ несі жоқ?
Бұлар жаңағыдай жеңіл дүниеге, жеңіл ақшаға, қаншама отандастарымыз ана жерде текпелерде жұмыс жасап, түнде яганда жұмыс істеп жатқан балдар байланысқа шығып жатыр. Иә, осындай жұмыс істеп, мысалға кеше ақшасын алып Қазақстанға салып берем деп отандасымыз алдаған. Біздің мынау тікелей эфирді жасаудағы мақсатымыз, отандастар, қазақстандықтар, міне қазір сіз шамалы жақындай отырыңызшы. Міне қазақстандықтар, мынау жігіт қазір менің алдымда отыр. Өзі ұялып қазір тікелей эфирге бетін шығармаудымыз өтінді. Біз өтінішін орындадық. Тек қана дауысы түсіп отыр. Қаншама отандастарымыз бар. Қазір мынау сіздерге мінекей мысал. Қазір мысалға полиция келетін болса, бұл азамат кемінде 5-6 жыл Қазақстанды көрмейді. Себебі бүкіл барлық нәрсесі уже жететін дәрежеде. Күнде полицияның ішінде жүргендіктен біз осы нәрсені көріп біліп отырмыз қазір. Қандай статья қояды, не істейді, қалай болады, қай жердің түрмесіне жатады, бәрін біліп. Просто бұл да бір мұсылман, менің жаным ашып отыр қазір. Осы арқылы сіздер де дәл осы нәрсені көріңіздер. Жігіттер Корея елінде жүрген. Заңсыз көлік басқаруды тоқтатыңыздар. Баяғыда атына көлік алған, ол көлікке айыппұл шыққан. Тағы бір Айбек деген балаға мен арасында көлікпен қандай спорлар болған. Оның видеолары әлеуметтік желілерде жаңағыдай WhatsApp желісі ме? WhatsApp желісінде айналған. Одан бөлек Facebook'та бір Россияның қыздарын алдаған. Осы ақшалардың барлығы, енді осынша ақша не істедің десек, 1xbet деген нәрсеге тыққан ақша. Корея елінде көзін аша алмай жүрген, көзін барлығына тек қана ақша көрініп, тек қана ақша деп жаңағыдай 1xbet ойнап жатқан, көлік саудасымен енді айналыссаңыздар дұрыс, бірақ барлығы адалмен, чекпен. Біреудің көлігін ұрлап кету заңсыз көліктерді рәсімдеу, тіркеу, я? Осындай нәрселер өте көп. Яғни заңсыз мерзім өтіп кеткен мынандай ID карталар бар ғой, осындай ID карталарға мысалға бізде өткенде бір тергеуде болдық. Кореяның Тегу қаласында бір ID картаға 11 көлік рәсімдеген. Кәріс азаматымен бірге қосылып, Қазақстан азаматы. Ол екеуі де ұсталды, екеуі де отыр қазір. Сондықтан тағы бір қазақстандықтарға айтарым, мынандай ID карталарыңыз бар болған кезде мүлдем ешкімге бермеңіздер. Сіздердің досыңыз болсын, ағаңыз болсын, мамаңыз болсын, папаңыз болсын, ар ойна деңіз. Бұл Кореяның заңы, сіз Қазақстанда жүрген жоқсыз. Сіз Сайрамда, Шымкентте, Түркістанда жүрген жоқсыз. Істей саламыз көкен бар ақшамен деп. Мынау ID карталарда алдында мысалға 94-04-24 жылымен арғы жағында цифры болады. Мына цифрды ешкімге көрсетпеңіздер. Жаңадан Корея еліне келіп жатқандар. Мынау ID карталарыңызға көлік рәсімдейтіндер болады. Мен сен рәсімдеп бер, мен өзім жаңадай ақшасын төлеймін. Не болмаса телефон, я? Телефон алады. Ай сайын мен өзім ақшасын төлеп тұрам. Немесе мынау үйді менің атыма рәсімдеп бер. Осындай жағдай өте көп. Ешкімге бермеңіз. Сізден ренжісе, ренжіп кетсін. Мүлдем араңыз араздасып, суықтап кетсін, мынаны бермеңіз. Себебі мына нәрседе сіздің аты жөніңіз жазылған. Мынаған толықтай сіз жауаптысыз. Үйді рәсімдеу керек па? Загранпаспортын берсе, загранпаспортпен через Пудумсан арқылы оны рәсімдеуге болады. Ешқандай қиындық жоқ. Телефон алу керек па? Нөмір алу керек па? Барлығын өзінің жеке загранпаспортымен жасауға болады. Осы нәрсені біз қаншама мысалға историяларды айтамыз, жігіттер. Осындай нәрсе болып жатыр. Көздеріңді ашыңдар. Ашыңдарды қаншама битіп қақылдаймыз. Бірақ естіп жатқан ешкім жоқ. Қазір не істеймін мына жігітті мен? Жаным ашып отыр, мұсылман. Ертең бұл өлсе, біз дұға жасаймыз. Біз өлсек, бұл дұға жасайды. Барлығымыз бір Алланың құлымыз. Осы нәрсе сіздерге де сабақ болу керек. Сіздер де осы нәрседен сабақ алыңыздар. Анау компьютер ойнап жатқан, компьютерға ақша тігіп жатқан, үйде жатып алып, анау 1xbet, бір футболдарға ақша тігеді, бір иттердің жүгіргеніне ақша тігеді. Осындайның арқасынан мынау жігіт қазір мысалға $50,000 ақшаға кіріп отыр. Бұлай айтқанда қазір бұл азамат ешқандай выходы жоқ та. Қазақстанға барса қазір өлуден басқа амалы жоқ бұл жігіттің. Дұрыс қой. Одан басқа амалыңыз жоқ, чтобы адамдарда сіз мына нәрседен құтылуыңыз үшін. Бойыңыз бар, денеңіз бар, тілді білесіз. Осыншама әдемі жұмысты берген екен. Кәріс, сізде тінжан болдыңыз ба сіз?
Панжан болдыңыз ба? Панжан болыпсыз, яғни жұмыс басқарушы болғансыз. Соншама адамның ақшасын сізге түсірген, сіз оны бәрін бөліп беріп отырғансыз. Мен кәсіппен де сөйлестім. Бұндай дәрежеге әркім жете бермейді, тем более мына Корея еліне келіп. Не үшін осы нәрсені сіз бағалаған жоқсыз? Бұл нәрсені сіз дұрыс түсіндіңіз. Бұл эфир сізге бір сабақ болсын. Самат отырып алып мына жерде маған ақыл үйретіп жатыр емес. Бұл нәрсені шамалы болса да, осы нәрсенің ішінде жүргендіктен сізге заң бойынша қалай болады, өмір бойынша қалай болады осы нәрсені. Мен тек қана мысалға жәбірленуші адамдардың сөзін тыңдап, сізді апарып біз органға тапсырсақ та, бізге ештеңе келіп кететін ештеңе жоқ. Просто бір Корея елінде бір алаяқтан құтылады, болды халық. Қазақстанға барасыз, сайрамда не істейсіз? Жұмысыңыз жоқ. Корея елінде тауып жатқан 1 миллион ақшаңызды Қазақстанда қанша айда табасыз? 100 мыңнан 10 айда табасыз ақшаны. Ал 10 айда мына жерде 1 миллионнан қанша ақша табасыз? 10 миллион. Сіз соны бәрін есептесеңізші. Жеңіл ақша, жеңіл дүние ешкімді оңдырмайды. Сол нәрсені естен шығармау керек. Сіз не істейсіз? Мына жерде қазір сіздің мысалға сізден жәбір көрген балдар да бар. Не айтасыз оларға? Не істейміз, қалай келісеміз? Сіз бұлардың ақшасын барлығын маған айтыңыз, мен осындай уақытта жұмыс істеймін де, ақшасын берем, қайтарам деп. Ол балдармен де тікелей біз байланыс орнататын боламыз да, тағы байланысқа шығып, осы мәселені түсіндіреміз. Оларда мұсылман әрбір мәселенің шешімі бар. Өлімнен басқа барлық нәрсенің мәселесін жолын шешуге болады. Аймайды деп, кішкентай не емес. Бұл кішкене ақша емес, енді ай жаңағыдай жұмыс істеп төлейсіз ғой. Әр айда ішлеп, мәміш пұлданы құтыласыз, тоғры ма? Бұл нәрсе, bitta narsani bilish kerak-da, o'lim qarzdan qutulishni yo'li emas. O'lim. O'lib ketsangiz ham qabrda savol javob qilinadigan narsa-da. Qarz degan juda yomon narsa. Bugun bormiz, ertaga yo'q. Sonra nechta odamlar shunda avariyaga o'lib ketyapti Koreyada. Kecha ham mana bitta shunday jigarda ish olamdan o'tib ketdi bitta bola. Juda ko'p unaqa holatlar. Yurib turib o'lib qolyapti. Har bitta kunimiz, men o'zim o'ylayman, toza o'tish kerak. Har bitta kunimiz. Nima qilasiz? So'z berasiz, boshqa söz beresiz qo'y, shu boshqa odamlarni aldamauga, bu жаңағыдай majmaga yo'q. Mekarsizda aytатын bo'lsak. Bilesiz qo'y majmak ne ekanligini. Bilaman. Iya. Бұл соңғысы болсын. Менің сізге жасаған бір жақсы нем болсын, көмегім осы болсын. Ертең білмейміз біз бұл өмірде қай уақытқа дейін жүреміз. Ертең бір артынан еске алып қойсаңыз, сол уақытта Самат бізге осындай выходтан шығарып еді, көмек беріп еді деп, артымыздан бір есіңізге алып қойсаңыз, соның өзі бізге жетеді. Кімнің қай уақытта мына жерден кететінін ешкім жалғыз Алла біледі. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Мына жерде мен отырып тергеп жатыр, мен отырып мынандай істеп жатыр деген нәрсе емес. Бұл нәрсені сіз дұрыс түсінуіңіз керек. Және сіз арқылы мысалға қаншама мына жерде қазір оқырмандарымыз, жігіттеріміз, Алиниксбетке ақша тігіп жатқан барлығына бұл нәрсе бір сабақ болады. Дұрыс қой оқырмандар. Жалпы мен дұрыс түсінген болсаңыздар өте қуаныштымын. Одан кейін мынау Алиниксбет ойынына ақша тігіп жатқан жігіттеріміз сіздерге осы нәрсе сабақ болсын. Бір күн емес, бір күн сіздер де осындай нәрсеге түсіп қалмаңыздар. Алиниксбет ешкімді оңдырған емес. Яғни ақша тігу, құмарға ақша тігу, осындай лохотрондарға ақша тігу, ол біздің дінімізде харам болған нәрсе. Ал дінде харам болған нәрсе, ол адамды ешқашан оңдырмайды. Ешқашан оңдырмайды. Оны өздеріңіз де біліп тұрсыздар. Кез келген мысалға бір имамнан да сұрасаңыз да болады. Мен имам емес, өзіме жететін дәрежеде діннен хабарым бар адаммын. Біздің дінімізде қарсылық,
танытылған нәрсе, мынау нәрсе болмайды деп бекітілген нәрсені істеу, ол дұрыс нәрсе емес. Оның соңы осындай бір мәселеге алып келеді. Құрметті оқырмандар, мен кішігірім эфир жасадым. Осы эфир сіздерге пайдалы болса, Корей елінде 1xbet ойнап жеңіл ақша тауып жатқан отандастарымызға, қазақстандықтарға бұл видео бір сабақ болсын. Осы нәрсені барлығына жіберіңіздер. Ал сіз еркекше қол бересіз ба? Егер осы нәрсенің барлығын жасауға, жаңағыдай ақшаларыңызды төлеп, жұмыс істеп, ақшаны төлеуге, мысалға еркек кісісіз, ер адамсыз, жас бала емессіз, 92-ші жылғысыз. Қазір үйленсеңіз, ертеге туғдырайды отырыпсыз да. Егітсіз, еркек кішісіз. Мәне 200 000 адам көріп отырды. Німақыла вәді бересіз ме? Авазыңызды бәлән шығарайын да, мен шүнше адамla көріп отырды сіз мәне жойда. Вәді берейін, төлей ала деген болсаңыз, вәдіңізді берейін. Мен шақа төлей білемін деп. Әгер жоқ, мен төлей almayman bu narsani, to'lov qilolmayman deydigan bo'lsangiz, bo'lmasa bolalarning hammasi o'sha har bitta shaharda ustingizdan shikoyat qilishadigan bo'lsa, ariza yozishadigan bo'lsa, hozir bolalarni to'xtatib turibmiz. Bu ish juda ham og'ir bo'ladi. So'z beraman o'zim ishlab. Qattiqroq aytayman, efirga eshitilmayapti. Yaqin kelib qattiqroq ayting. So'z beraman, ishlab oymay. Oiladan hammasiga qutulaman. Nechanchi yilgisizdir? 92. İsmingiz kimdir? Nurali. Qozog'iston qayerdasiz? Chimkent. Chimkent? Sayram. Sayramdansiz. Bo'ldi, bunda bo'lmasa men sizni tushundim. Bizlarni bizning o'qirmanlarimiz sizni tushundi. Жалпы осы нәрсе siz арқылы qanchama o'qirmanlarimiz bu ularga bir sabaq bo'ldi degan o'ydamiz. Құрметті o'qirmanlar, sizlarмен biz kішігірім эфирді жасадық. Эфирдің жасаудағы мақсатымыз бір адамның өмірін жақсарту, ал қалған адамдарға бұл видео, бұл болған жағдай бір сабақ болсын деген мақсатта осы тікелей эфирді біз жасадық. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Самат Ахмет.